Біздің өмірімізге ақпараттық жүйелер көптеп енгізілуде. Ақпараттық жүйелердің көмегімен ауа райы болжамы мен пойыздардың жүру кестесін білу, ұшақтарға билет сатып алу, қонақ үй бөлмелеріне тапсырыс беру және тағы басқалар жүзеге асырылады. Ақпараттық жүйенің екі негізгі міндеті: деректерді сақтау, деректерге қол жеткізу, яғни деректерді іздеу және өзгерту мүмкіндігін қамтамасыз ету. Яғни біз қандайда бір мәліметтерді енгізген кезде оларды келесі бір ашқан кезде өзгертуімізге және өзгерткен мәліметтерімізді сақтауымызға болады. Ақпараттық жүйелер жұмыс істейтін деректер жиынтығының көлемі әдетте үлкен болады және ол деректер компьютердің сыртқы жадында орналасады. Деректер іздеуге және өзгертуге оңай болатындай түрде сақталады. Мұндай деректер жиынтығы деректер қоры деп аталады. Код келесі идеяларға негізделген жаңа деректер моделін ұсынды. Барлық деректер кейбір объектілердің қасиеттерін көрсетеді. Объектілер кластарға бөлінеді. Мысалы, музыкалық топтар туралы деректерді сипаттағанда топ, альбом, ән және тағы басқа кластарды пайдалануға болады. Яғни, музыкалық топтардың өзі бірнеше кластармен жұмыс жасайтындығын, бірнеше түрімен жұмыс жасайтындығын көрсетеді. Объектілер туралы деректер бұл қасиеттер жиынтығы, онда әрбір қасиет атауы, мәні жұбы ретінде көрсетіледі. Мысалы, Music 4 музыкалық тобы туралы деректерді келесі түрде жазуға болады. Аты Music 44, жетекші Даниал Әнуәрбек, құрылған жылы 1987 жылы. Яғни, сол музыкалық топ туралы толық мәлімет беріледі. Эдгар код енгізген деректер моделі деректердің реляциялық моделі деп аталады. Реляциялық деректер қоры кестелерден тұрады. Реляциялық деректер қорындағы кестенің негізгі қасиеттері: әр кесте объектінің бір класын сипаттайды. Әрбір бағанның қайталанбайтын аты бар кесте ішінде. Кестеде бағандардың орналасу тәртібі маңызды емес. Бір бағанның барлық мәндері бір деректер типіне жатады. Мысалы, сан, бір баған полный сан болады. Екінші баған мәтін, мысалы, үшінші бағандағы мән күні болып табылады. Кестеде екі бірдей жол болмайды. Кестедегі жолдар реті анықталмаған. Егер деректермен жұмыс істей алмасақ, олар пайдасыз болады. Сондықтан деректерді іздеуге және өзгертуге мүмкіндік беретін арнайы программалық қамтамасыз ету қажет. Деректер қоры мен деректер қорын басқару жүйесі түсініктерінің айырмашылығы неде екенін айтып өтейік. Деректер қоры және деректер қоры басқару жүйесі терминдері әртүрлі ұғымдарды білдіргенімен, олар өзара тығыз байланысты. Деректер қорының қасиеттері оны басқаратын деректер қорын басқару жүйесінде анықталады. Деректер қоры мен деректер қорын басқару жүйесі кешені деректер қорының жүйесі немесе ақпараттық жүйе деп аталады. Деректер қорының басқару жүйесі деректерді басқару бойынша барлық міндеттерді шешеді. Соның ішінде деректерді іздеу, деректерді өңдеу, қарапайым есептеулерді орындау, деректердің тұтастығын қамтамасыз ету. Ақаулардан кейін деректерді қалпына келтіру. Реляциялық деректер қорын басқарудың танымал жүйелерін айта кетейік. Oracle көп жағдайда кәсіби және үлкен қосымшалар үшін қолданылады. Microsoft SQL Server Microsoft компаниясының деректер қорын басқару жүйесі болып табылады. Тек Windows операциялық жүйесі үшін қолжетімді. MySQL танымал, еркін таратылатын ашық бастапқы коды бар деректер қорын басқару жүйесі.
IBM бірнеше деректер қорын басқару жүйесі бар ең танымал деректер базасы. Microsoft Access пайдаланушыға арналған интерфейсі бар, деректер қорын жасауға мүмкіндік беретін деректер қорын басқару жүйесі болып табылады. Қазіргі заманға ақпараттық жүйелердің көпшілігінде деректерді басқару үшін келесі командалар бар. Access қолданылады. Жаңа кестелерді құру, жаңа жазбаларды қосу, жазбаларды өзгерту, жазбаларды жою, берілген шартқа сәйкес бір немесе бірнеше кестелерден жазбаларды таңдау және де басқа әрекеттер.